Сәлем достар. Бүгін біраз Google, Baidu, Яндекс үш елдің басқа бөтен елдердің карталарын ашып кішкене серуен жасайық. Енді бұлай қазақшасы бар ма, қазақшасы жоқ па, мәзірлері қандай, сөйтіп плюс пен минустерін және қолайлылығын немесе қолайсыздығын, мүмкіншіліктерін бәрін қарастырып көрейік. Енді қысқаша, егер осы қызық болатын болса, онда әрі қарай жалғастыруға болады. Ал мейлі, міне Яндексті аштық. Мен бұл жерде әлі аккаунтымда тіркелген жоқпын, бірақ негізінен былай қазақша мәзірінде қазақша бар екен. Сол қазақшасы мына жерде, мына мәзірінде азық-түлік өнімдері, қонақ үйлер, тамақ ішу деген сияқты мынандай бір қолайлы нәрселер бар екен. Бірақ мынандай жағы көше аттарын аса былай жазбапты. Мейлі, енді осылай бола тұра, біз мынау шетелге Шанхай қаласына барып көрейік. Бұл жерде енді қандай жағдайлар бар екен. Мына Шанхай қаласына барайық. Енді бұл көше көруге бола мүмкін. Міне 3D-сі бар екен. Міне енді бұл Шанхай қаласының ең әйгілі, әлемге әйгілі және көрінісі бірден белгілі осы өзеннің жағалауы. Мына жерде көбінесе мысалға барған туристер мына жағалауында міндетті түрде болу керек деген сондай бір нысандар қояды өздеріне. Ал сол кезде мынау жағалауындағы, мына оң жағалауындағы көрінісі, бұл жақта биік аспан тіреп тұрған биік зәулім ғимараттары көп. Сондықтан кешке қарай соның бәрін шамдарын жаққан кезде өте әдемі көрініс болады. Енді бұл жерде мен әзірге көріп тұрған жоқпын. Көруге бар ма мүмкіншіліктер, жоқ па? Міне панорамалар дейді. Панорама бар ма екен? Мына панорама. Немесе жаңағы мынау көшесіне түсіп көретін да. Мейлі, мынау бұл қытайша араласып, қытайша араластырған екен. Мейлі, біздің бүгінгі мақсатымыз үшеуін салыстыру. Әрине, әркімде соншама уақыт көп емес. Сондықтан мына Google-ды көрейік. Мына Google бұл қазақшаландырылған. Мына Google карталарынан іздеу, сол сияқты жағы қазір мынау қалаға келген кезде мысалға өзі несі шығу тиіс. Мынаяқта мәзірлерді, мейрамханалар, қонақ үйлер, тапсырмалар, мұражайлар деген сияқты мысалға арнайы іздесең сол табылады. Енді бұл жерге Google, бұл Қазақстан мен Google-дың қарым-қатынасы үзілген.
негізінен Google деген бұл халықаралық үлкен корпорация болып кеткен. Бірақ дегенмен әзірше Қазақстанмен тіл табыса алмай, сондықтан мынандай мысалға қазір мынау көрші ел жапондар, мына жапондікін қарасақ, бұл жерде бұл Жапония емес, бұл Корея ғой, Корея, оңтүстік Корея. Міне шым-шытырық бәрі жаңағы көшелерінің бәрі көруге болады. Біз қазір бұл мәзірін қолданбай қоя тұрайық. Негізінен дегенім ғой. Негізінен Google міне Қытай деп атын жазып енді кей қалалардың да аттарын қазақша, мысалға елдің атын Өзбекстан, Түркменстан деп жазған. Тіпті мына жерде қажырет Израиль дегеніміз осы, міне Иерусалим Әл-Құдыс деп, міне Әл-Құдыс дейді. Иерусалим қаласы Әл-Құдыс деп қазақша жазылған. Міне енді қазақтың болған жерлерін кәдімгідей қазақша, мынау Алты Қазан қаласы, енді ол қалай, енді Алты Қазан қаласы Әл-Үбір дейді қаласы. Сөйтіп қолынан келгенше Google бізге жәрдемші. Өйткені мынаяқта мысалға мысалға Челябі деп тұр, Челябі. Сөйтіп бізге үйреншікті тілге ауыстырған. Үфі дейді, Үфі. Сөйтіп мысалға Қазан қаласын Қазан, ал Мәскеу қаласын Мәскеу деп атап, міне қазақшаландырылған Google айтам да. Ал бірақ Google мен Ресейдің де қарым-қатынасы онша емес. Ал егер жаңа ғана айттым ғой, жаңағы мына көше көретін бір мәзір бар, оны әзірше қоспай қоя тұрайық, өйткені уақытымыз тығыз. Ал енді міне Қытайдың картасын алатын болсақ, Байду деген міне үшінші картаны қарастырып жатырмыз. Бұл мейлі мынау жаңа біздің неміз бойынша, жаңағы талғамымыз бойынша Шанхай қаласынан бастаймыз ғой мынау. Міне Шанхай қаласы деп айтайық. Міне Шанхай қаласы. Негізінен жаңа тіл жағынан айтпақшым. Бұл тіл мәзірінде басқа тілдер жоқ, тек қана қытайлар. Бұлар тек қана алдында мынау Байду тек қана өз елінің әрбір көшесіне дейін жазған. Бұрынырақ, бірнеше жыл бұрын мынау мысалға Қазақстанның қай көшесін, қала аттарын аудармаған да, тіпті аттарын жазылмаған да, мынау бір ойындар болады ғой, мынандай мынау ортасында бәрі анық көрініп тұр, аттары бәрі, ал қалғандары бір құла дүз сияқты да, ешқандай жазу жоқ. Ал қазір енді кішкене жөнделіп келе жатыр мынау Байду картасы. Мына мысалға әрбір тұрғын, міне Бишкек дейді, Бишкек тұрғын орындары, адам тұратын жерлер,
сол қазір мынау көшелердің аттарында бұлар мынандай латын әрпімен жазуға ұйғарыпты, сөйтіп кішкене толтырып келе жатыр мына өздерінің. Бірақ мына көше кезу несі жоқ. Тек қана өзінің мынау Қытай қалаларында ғана көше кезу, қазір көрсетейік, көше кезу не екен, сол көптен айтып жатырмын енді. Міне көше кезу деген міне мейлі орталық жерден кез келген жерден бір көшесін алып, мына жерден алайықшы. Осы ал көше кезу мәзірінен ал бастық. Ал енді мына жерге келіп түсейік. Жаңа айттық қой, жаңағы биік ғимараттар бар, үйлер деп жаңағы. Ал міне жаңағы шығыс меруерті NGO деген осы теледидар мұнарасы бар көше. Соған келіп түстік. Енді сол жан кішкене былай саяхаттауға өте қолайлы да. Міне біз сөйтіп Қытайдың көшесін аралап келе жатырмыз. Мысалға бұның ыңғайлылығы қай жерде? Мысалға сен алдын ала іс-сапардың алдында бір осы кез келген қаланың кез келген көшенің енді бірден адресін білесің ғой. Сондықтан сол жерге түсіп, осы Байду Қытай қаласында болатын болса, түсіп жан-жақта өзіңнің қонақ үйінің айналасын аралап, метроның станциясы қай жерде, қанша жүру керек, соның бойын зерттеп, қандай дүкендері бар, не жоқ деген сияқты соның бәрін қарап шығуға болады. Осы Байду тек қана Қытай қаласында. Ал Google мысалға сен Кореяға немесе Жапонияға барған кезде, мына солтүстік Кореяны айтып жатқан жоқпыз, мына оңтүстік. Міне Сеул қаласы, Сеул дейді. Ал міне осы жерге келіп түсейік. Міне қазір енді кішкене орталықтау деген жерді қарап, мына жерге келіп, мынау адам шықты, салбыратып, мынау көк түспен боялған жерге келіп түсіреміз. Сөйтіп дәл Сеул қаласының қақ ортасында. Мысалға осы жерде бір қонақ үй алдық дейік. Міне осы жерде бір айналасын былай зерттеп қарауға болады да. Міне не бар, не жоқ, қызық па, қызық емес па деген сияқты. Сондықтан егер іс-сапарға шығатын болсаңдар, мына агентствоға жай бере салмай, тапсырмаған маған бір жақсы гостиница. Жақсы гостиница, жақсы қонақ үй деген не ол? Ол сен оларға пайда әкелетін қонақ үйін береді да, саған бірден мынау саған ыңғайлы тұрғын жері, саған ыңғайлы жерді алып бермейді олар. Сондықтан айтайын дегенім, мысалға өзің қонақ үй таңдасаң, ол сенің мынау мысалға бір көрем деген нысана еткен жерлерінің жанында соны аласың. Содан кейін мысалға Шанхай қаласына келдік дейік та, мына жерде. Бұл Шанхай. Ал осы жерге келетін болсақ, біз бұл жерде міне Шанхай қаласында екі аэропорты бар. Екі аэропортты қосатын екі несі бар жаңағы. Метро
сызығы бар. Сол сызықтың бойында алған дұрыс қонақ үйін. Сол кезде жаңағы ол сызық мынау жаңағы шығыс меруерті шығыс NGO деп айттық қой. Сол мысалға тұрған мүйістің қарама-қарсы жерінде жаңағы көшелерді дәл сол жаққа бойымен өтеді. Сол жерден алуға болады. Сөйтіп мына кішкене мынандай бір зерттеу жасадық. 3 картаның қайсысы қолайлылау екен, қайсысында жаңағы қазақша мәзір бар екен, бәрін қарап шықтық. Ал осымен қызық болатын болса жазылыңдар. Ал пікірлеріңді қалдырыңдар. Осылай